Анасы бар адамдар. Неге екенін қайдан білейін? Сонау бала кезімде мен кез келген бір балалармен тарыспай қалсам ақ болды, анау жоқ, мынау жоқ, топ-тура сені апама айтам деуші едім. Сонда неге әкеме айтам демей, апама айтам дейді кім? Егер сол баланы жазалату керек болса, апамнан гөрі әкем артығырақ жазалар еді ғой. Ал апама келіп, сол бала мені сөйтті десем, апам да анау жоқ, мынау жоқ, топ-тура менің маңдайымнан иіскеп, «Әй, менің балама тиісіп жүрген ол шешекті қазір мен барып, бір құлағым бұрап, жұлып алайын» дейтін еді. Апам осылай десе болды, сол шешектің құлағын жұлама, жұлмайма, онда қақы жоқ. Менің ашуым тарқап, қайтадан барып ойнай бастайтынмын. Сосын әлгі бала да маған қайта тиіспейтін еді. Ал апам жұмыстан қолы босай қалса болды, маңдайымды тізесіне қойып, басымның битін қарап беретін. Басымда бит бар ма, жоқ па, ол қызық емес. Тек апама басымның битін қарату деген бір рақат еді. Жайланып, балқып, ұйықтап кететінмін. Сабақта, әскерде, жұмыста жүргенімде де апамнан хаттар келеді. Хатында тиісіп жүрген біреу болса, маған айт, дейтін апам. Осы сөзді оқысам болды, менің шешілмей жүрген түйіндерім жөніне келіп, шешіле бастайтын. Себебі менің арқа тірейтін апам бар ғой. Қазір де солай. Бүтін жыл бойы алыста тіршілік етіп, бір айлық демалысымда әке шешеме барсам, жылдан жылға кішірейіп чөгіп бара жатқан кішкентай апам баяғы сол салтына басып, «Менің балам, жүдеп кетіпсің ғой. Біреулер тиісіп жүрген жоқ па? Маған айт. Мен оның бір құлағын бұрап жұлып аламын» дейді күліп. Апамның маңдайынан иіскеймін. Әлсіз тізесіне маңдайымды қойып, басымның битін қаратамын. Апам, «Балам, бұрын шашыңның ғана битін қараушы едім. Енді сақалыңның да битін қарамаса, жағдай жоқ болып тұтасып кетіпті ғой», деп сақалымды сипалайды. Апамның қолы қол емес. Ол бір ыстық мейірім тарататын жол мен үшін. Ол кісінің саусақтарының ұшы басыма тисе болды, мен сондай бір ғажайып жұмсақтық сезінем. Осы 50-ге келген шағымда да біреулермен тарыспай қалсам, апамды ойлаймын. Сосын анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп сыңси бастаймын. Иә, анасы бар адамдар. Әңгімені жазып, оқыған Байыт Қабанұлы. Әңгіме ұнаса арнама жазылып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.